Сәлем достар! Бүгін сіздерге қарбыздың пайдалы және зиянды жақтары жайлы айтатын боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін және өзіңізге пайдалы кеңестерді алу үшін арнаға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бәріміз сүйіп жейтін қарбыздың қандай пайдалы және зиянды жақтары бар екенін білуге дайынсыз ба? Қарбыздың ең үлкен жидек екенін бәріміз де білеміз. Алайда ботаниктер әлі күнге дейін бұл тұжырыммен келіспейді екен. Қарбызды асқабақ тұқымдасына жататындықтан жалған жидек деп те атайтын болу керек. Оңтүстік Африка қарбыздардың отаны болып саналады. Бұл жидектің барлық түрі Калахари шөлінде өсетін бір тұқымнан тараған. Қарбыздың байырғы түрлері қазіргі заманғы бәрімізге таныс қызыл жемістерге көп ұқсамайды. Қарбыз бүкіл әлемде, көбінесе Қытай, Үндістан, Иран, Түркия, Өзбекстанда тараған. Кейбір елдерде жыл сайын қарбыз фестивальдері өткізіледі. Тіпті Ресей, Украина, Австралия және ақш-та ескерткіштер де бар екен. Ал Қазақстан өсіру жағынан Қытай көш бастаған қарбыз өндіруші мемлекеттердің алғашқы 15-тігінің ішіне кіреді екен. Аталған жидек еліміздің жылы аймақтарында, әсіресе қазіргі Түркістан облысы, Сарыағаш, Жетісай, Шардара елді мекендерінде, Алматы, Жамбыл облыстарында мол өсіріледі. Айта кетерлігі, қарбыздар тағам ретінде ғана емес, карвинг үшін де пайдаланылады. Яғни карвинг дегеніміз өнімдерді көркем ойып, оған сурет салу өнері. Бұл бағыт батыс елдерінде жоғары дамыған. Сонымен қатар көптеген фильмнің дыбыс режиссерлері соққылардың лақтырылған тастар мен басқа да дыбыстарды алу үшін қарбызды тиімді әдіс ретінде қолданады екен. Қарбыздың 90% дерлік судан тұратындықтан шөлді жақсы басады. Мәйегінде ақуыздар мен майлар жоқ, бірақ тез еріп қуат беретін көмірсулар көп. Бұл жеміс әсіресе физикалық белсенді адамдар үшін пайдалы. Жаттығу кезінде аздап қарбыз шырынын немесе бір тілімнен дәм тартсаңыз, денедегі су қорын толтырып, қантпен қанықтандырады. Қарбыз құрамында ликопеннің қызыл пигменті өте мол. Денедегі ликопен басқа каротиноидтар сияқты А дәруменіне айналмайды. Пигмент күшті антиоксиданттық қасиетке ие. Көптеген зерттеулер тағамдағы ликопеннің жоғары мөлшері жүрек және қан тамырлары ауруының қаупін төмендететіндігін көрсеткен. Кейбір зерттеулер тіпті қуық асты безі мен ішек қатерлі ісігінің дамуын азайтады деп мәлімдейді. Бірақ бұлай нақты қорытынды жасау нақты зерттеуді талап ететіні анық. Қарбыз мәйегіндегі дәрумендер немесе концентрацияда кездескенімен С және А дәрумендері сондай-ақ минералдарға бай. Онда бұлшықеттерге арналған магний көп. Аталған магний кальцийді сіңіруге көмектеседі. Онсыз сүйектер сынғыш болатыны белгілі. Ал дәнегі мәйекке қарағанда қоректік заттарға қаныққан. Олардың құрамында фолий қышқылы және ПП дәрумені, сонымен қатар фосфор және магний бар. Сол себепті дәнекті кептіріп немесе қуырып жеген пайдалы. Мамандардың пікірінше, пайдалы саналатын кез келген тағам шамадан тыс тұтынғанда зиянын тигізетіні жалпыға белгілі тұжырым. Жас балада кәріге дейін сүйсініп жейтін бұл жемістің де адам ағзасына қандай зияны бар екенін диетолог дәрігерлердің айтуынша. Қарбыз толығымен дерлік судан тұратындықтан калориясы өте төмен болғандықтан оны шексіз мөлшерде жеуге болады деген жаңсақ түсінік бар. Бірақ бұл дұрыс емес.
Қарбыз майегі қарапайым көмірсуларға бай. Сондықтан бұл гликемиялық көрсеткішті жоғарылатады. Одан пайда болған қантты кетіру үшін ағзаға көп су жұмсалады. Осы себепті қарбызды шамадан тыс жеген кезде бүйрекке артық жүктеме түсіп, ағзадағы улы заттарға ғана емес, судың кеткен мөлшерімен қажетті минералдар да бірге шайылып кетеді екен. Қарбыз бұл жақсы несеп айдаушы. Дәл осы үшін оны несепте тас ауруы бар адамдарға жеуге кеңес берілмейді. Өйткені тастың көбеюіне әкеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ жүктіліктің соңғы мерзімінде жүрген әйелдерге мейлінше бас тартуды ұсынады. Яғни бұл жағдайда онсыз да дәретханаға жиі баратын жандарды 2 есе жүгірте түспек. Оған қоса 3 жасқа дейінгі кішкентай балаларды қарбызбен тамақтандыру ұсынылмайды. Бұл аллергияға емес, ең алдымен қарбызды өнеркәсіптік өсіруде қолданылатын тыңайтқыштар, нитраттар және тағы басқа зиянды заттарға байланысты. Олар сыртқы қабатында көп мөлшерде жиналатындықтан ересектерге де қарбызды қабыршығына дейін жеуге кеңес берілмейді. Ал медицинада қарбызды қалай қолданады? Ресми медицина қарбыздың тек дәнегін қолданады. Одан алынған май сығындысы бүйрек ауруларын емдейді. Аталған май зәр қышқылымен несеп айдауға тез әсер етіп, бүйректі құмнан тазартады. Алайда бұл дәрі-дәрмекті дәрігердің арнайы нұсқаулығымен ғана пайдалануға болады. Қарбыздың майегі мен қабығын көптеген елдер халықтық медицинада игілігіне жаратады. Жоғарыда айтылғандай, мұнда да ең алдымен қарбыздың несеп айдау әсері бірінші кезекте тұр. Емшілердің айтуынша қарбыз ісінуді, жүрек пен бүйрек ауруларын, гипертония мен іш қатуды жеңілдетеді екен. Ал Қытай медицинасы қарбызды организмнен барлық ауруды алып тастайды, салқындатқыш құралға жатқызады. Сондай-ақ қарбыздың қабығынан мәйегінен жасалған қайнатпа мен компресстер терідегі жараларды емдеуді тездету үшін қолданып, дәнегінен шай дайындалады екен. Қарбыздан жасалатын тағамдар жайлы білгіңіз келсе, біршама елдерде, оның ішінде біздің елімізде қарбызды піскен қалпы өзін жарып жейді. Бірақ бұған қосымша қарбыздан жасалған тағамдар да бар екен. Оны түрлі тәсілдермен айталық қуырып, маринадтап, тұздап, қабығы мен мәйегінен тосап қайнатып, ал шырынынан шәрбат дайындауға болады. Көптеген халықтар қарбызды тұзды тағаммен тістеп жегенді ұнатады екен. Егер де қарбыздың дәнегі аз болса, оны жарты бөлікке теңдей кесіп, көрінетін дәндерін алып тастап, коктейль дайындай беруге болады. Ол үшін алдымен апельсин мен лайм шырынын сығып, дәнінен тазартылған қарбыз майегін блендермен ұнтақтау керек. Ендігі кезекте шырындар мен қарбыз пюресін араластырып, стақанға құю жеткілікті. Әрқайсына дәм мен мұздататын қоспалар, жеміс шәрбаттарын, газдалған су, жалбыз жапырақтарын, сондай-ақ қажет болған жағдайда әркім өзі қалаған жемістерін қосуына болады. Құрамына қажетті заттарды айта кететін болсақ, қарбыз 500 грамм, лайм жарты, апельсин жартысын, мұз жалбыз шәрбат дәмдеріне қарай қосқаныңыз дұрыс болады. Іске салатыны барлық құрамдарды салқын болуы керек. Сонымен қоса, бұл ұзақ сақталмайтын, дереу жеуді қажет ететін жеңіл тағам. Дәмділігін айтпағанда, салат өте пайдалы. Қарбыздан алынған
пигменттік ликопен аталған салатта майға еритін болғандықтан жақсы сіңеді. Дайындау үшін қарбыздың мәйегінен дәндерін алып тастап, 4 бұрышты үлкен бөлікке кесу керек. Ірімшікті, яғни брынза, дәл солай тұрған жөн. Одан кейін ыдысқа қарбыз бен ірімшікті салып, араластырып, май мен лайм шырынын сығып қосады. Дайын салатты бұрыш пен туралған жалпызбен дәмдеуге болады. Қарбызды дұрыс таңдау және сақтау жолдарын айтатын болсақ, қарбыз маусымы тамыз айында басталады. Осы уақытқа дейін жемістердің пісуі тыңайтқыштармен тездетіледі. Сондықтан ерте сатып алу қауіпті болуы мүмкін. Қарбыз өсірілетін алқапта көбіне дерлік азот тыңайтқыштары қолданылады. Өсімдік оларды өңдейді және шығарып тастайды, ал қалған бөлігі нитрат түрінде қалады. Олардың аз дозасы қауіпті емес, бірақ жетілмеген жемістерде нитраттың бөліп шығуға уақыты болмауы мүмкін. Сондықтан піспеген қарбызды жеуге болмайды. Көбінесе қарбызбен улану нитраттармен байланысты емес. Көптеген адамдар жемісті тым мұқият жумайды, ал кесу кезінде бактериялар мәйекке түсіп уландырады. Қарбыз жердің өзінде өсетіндіктен олар мұқият тазалап жууды қажет етеді. Қарбыздың қабығы жылтыр, сондай-ақ қою жасыл болуы керек. Қарбыздың жерге тиген бөлігі бір жағында дақ болып тұрады. Егер дақ ақ емес, сары немесе қоңыр болса, жақсы. Піскен қарбыздың бас ұшы құрғақ, қылшыл бетінде құрғақ жіп тәрізді жолақтар болуы мүмкін. Сонымен қатар, ұрған кезде саңырау емес ашық естілетін дыбыс шығады. Қарбызды бөлме температурасында бірнеше апта бойы сақтауға болады. Салқын қараңғы жерде жеміс бірнеше ай бойы сақталады. Алайда ол кезде құрамындағы біраз қоректік заттарды жоғалтып қояды. Ал кескеннен кейін мәйегін ауа өткізбейтін пакетпен немесе фольгамен жабу керек. Бұл күйінде қарбызды тоңазытқышта 3-4 күнге дейін сақтауға болады. Қарбызды аларда мұқият қарап, ерте өнімді өз уақытынан ертерек жеуден сақ болыңыздар. Әр жемістің өз пісетін уақыты болады. Сондықтан өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Айтылған кеңестер пайдаларыңызға асқан болса, арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.